мал шаруашылық мамандары. Биылғы жылы жалпы Қазақстан бойынша жауын шашынның аздығынан және де мынау құрғақшылықтың себебінен көптеген жем-шөп жағдайы ауыр болғандықтан жайылым жерлердің құрғауынан, шөптің азаюынан жылқы малының әсіресе жағдайлар төмендеп кетті. Қысқа өте әлсіз түсіп жатыр. Көп жерлерде жайылым тоқтатылды, жылқы малдары қолға қарады. Соның бәрін ескере отырып, жылқы биелердің әсіресе іші үлкейіп, құлындары есейе бастады, өсіп. Енді жаз айында дұрыс жайылып, қорек ала алмаған биелердің мынау жоғарғы айтып отырған буаз жағдайында әлсіздік пайда бола бастайды, әсіресе ақпан, наурыз айларында. Соған байланысты мен сіздерге кішкене кеңес бере кетейін деген ойым бар еді. Міне бүгін көрсетіп отқан дәрі-дәрмектің аты кальцифос, жақсылап танысып алыңыздар. Бұл мал ағзасындағы кальций және фосфор элементтерінің жетіспеушілігін толықтырады. Малды бұл тек аяғына құлағанша дейін күтпей, буаз биелерді айы жақындағанда, осы ақпан айынан, қаңтардың соңғы айларынан бастап арнаулы түрде емдеу курстарын өткізіп отырсаңыздар, өте сіздердің мал жағдайларыңызда жылқының амандығына, өлім жітімнен аман болуына көптеген септігін тигізеді. Бұрынғы жағдайда сіздер қолданып жүрген кальций борглюконат, кальций хлорид дәрілерінен бірге қазіргі жағдайда ең пайдалы, өте тиімді дәрінің түрі мінекей осы кальцифос дәрісін пайдалана білсеңіздер, сіздер үшін өте пайдалы болады. Малдарыңыздың қыстан жақсы шығуына, құлындау уақытында да қиыншылықтардың болмауына көптеген көмектерін тигізеді. Сондықтан да малды әлсіретіп жібермей, әсіресе буаз малдардың жағдайы әлсіреп кетпей тұрғанда, осы препараттарды пайдалана отырып, малдарыңызды аман сақтап қалғандарыңызға мен сіздерге осындай кеңес бере кетейін дедім. Бұл дәрінің қолдану түрлері бар. Тамырға, күре тамырға қолдануға болады, қан тамыры арқылы. Терасына қолдануға болады, және қалың етке, бұлшық етке, яғни екпе түрінде қолдануға болады.